кітапханамызға қош келдіңіздер. Өздеріңіз білесіздер, бір кітап республикалық акциясы аясында жылда біз ақын жазушылардың шығармаларын насихаттаймыз. Биыл бізге Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты жазушы Төлен Әбдіктің шығармаларын насихаттау ұсынылып отыр. Осы орайда бүгін біз Төлен Әбдіктің «Оң қол» әңгімесін насихаттайтын боламыз. Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін Төлен Әбдікұлының «Оң қол» атты әңгімесін баяндап беремін. Бұл әңгіме психикалық ауруханада басталады. Наурыздың соңғы айларында ауруханаға Алма атты қыз келеді. Ол 17 жасар өте әдемі қыз болатын. Оның ең басты кемшілігі оның оң қолы. Оң қолы өз-өзіне бағынбайды. Және де ол оң қолы өзінікі емес екендігін айтады. Және де оның өзінің оң қолы өзін бірнеше рет өлтіргісі келгендігін баяндайды. Осылайша сол күні түнде оның оң қолы өзін-өзі қылқындырады. Шыңғырған дауысты естіген жігіт жүгіріп келеді. Және де бұдан кейін бұған Алмаға деген қызығушылығы оянып, оның ауруын зерттей бастайды. Осылайша оның ауруына қызыққан соң ол әрдайым түнгі кезекшілікке өзі қалып жүреді. Және де Алманы қамқорына алып, оның қолы өзі 3-4 күнде бір рет қылқындыратын. Немесе өзінің түсінде де ол әрдайым шошынып оянып жүреді. Осылайша күндер өте бастайды. Бір күні Алма өзінің сыртқа шыққысы келетіндігі, түнгі көшеде жүргісі келетіндігін айтады. Дәрігер әрдайым басқа да адамдардың бұл сөзіне қарсы келетін, бұл жолы Алманың сөзіне қарсы келе алмайды. Осылайша олар түнгі көшеге саябаққа барады. Дәрігердің бар ойы оның таныстарына ұсталып қалып, масқара болмау еді. Осылайша олар киноға кіреді, және де саябақта біраз серуендеп қайтады. Сөйтіп олар қайтқан кезде өзінің бір-біріне сезімдерін білдіреді. Сөйтіп дәрігер қызды палатасына кіргізіп, сол күні қыздың тыныш ұйықтағандығын байқайды. Алайда жігіт өзі қатты уайымдайды. Және де өзінің меңгерушісіне бұл қыздың оң қолын кеспесе, өзін-өзі өлтіретіндігі жайлы айтады. Сөйтіп ол бір күнде қыздың қасына қонбайды. Сөйтіп ол ертеңгісін ауруханаға келсе, есіктері ерте ашылып тұр екен. Бұған таңырқаған жігіт аурухананың ішіне кірген кезде барлығы шуылдап жатады. Сөйтіп ол өзінің халатын киіп жатқан кезде оған дәрігер сестрасы келіп, сол қыздың қайтыс болғанын айтады. Ол тіпті абдырағаннан палатаға қалай жүгіріп келгенін де байқамайды. Келсе қыздың түрі өте аянышты еді. Оң қолы өзін-өзі қылқындырып өлтірген. Тіпті мойнында саусақтың іздерін көгеріп қалған. Сөйтіп оның ертеңгісін жігіт сол қыздың жаназасына қатысады. Және де бұл оқиға өзінің жадында өшпестей болып қалады. Бұны тыңдап отырған жігіт өзінің оң қолына үрейлене қарайды.